Қазір кім қалай меңгеретіндігін барлығын өздеріңізбен бірге тамашалайтын боламыз. Бұған дейінгі 1600 метр Нейлана бірінші орынды жеңді. Квасов атындағы жүлдені. Дәл сол жарыс қазіргі жарыс несімен ерекше. Оған енді Мұратхан Сапар мырза өзі тоқтала кетті. Шереге бұл үшінші группалға ат жарыс. Группаның екі тұлпар бар. Оның біреу Флетчер, оның біреу Акванит. Бұл екі. Одан кейін мынау Флетчер былтыр 2023 жылы пресс-президент ұтқан, одан кейін 1600-та 2400-де ұтқан. Ал Акванит бірінші мамыр күні түсетті. Біздің былтырғы дербисіміз осып кетті. Таунның баласы былтыр Кабирханмен бірге Дубайға бір ат барды ғой, аты есім шығып кетті. Краснодарда супер Таун. Одан кейін үшінші нөмірі Ночная Гроза деген байтал. Ол да мықты байтал. Қожақ хакім тізгіндеген бапкер Завьялова Марина. Байбутаев. Төртінші нөмірде Нұрай шаруа қожалығы біз жақсы көй. Бапкер Ақтасов Ержан, Шабандозы Жеңіс Диас. Бізде Абиаль Завьялова Марина баптауында, Шабандозы Шабаев Алексак. Оныр Коттың баласы, ат иесі Қарабай жылқы шаруа қожалығы, бапкер первакпен тұтқан Шабандоз. Жетінші нөмірде Блю Амбер. Шабандозы Абдыхамит Олжас. 8-ші нөмірде Флетчер. Шабандозмен бапкері Бақытжан Шыңғысхан. 4 жастан жоғары сәйгүліктер, айғырлар көбінесе. Шадаспасам. Одан кейін Абиаль дейтін байтал бар. Айғырлардың ортасына түсті ғой енді. Енді өзіңізге қойылатын тағы бір сұрақ. Қазірде міне деңгей санатында 100 чемпион деген атақ өзіне тағылған екен. Марун жайлы не дейміз? Атақты Хиромоның. Марун Қазақстанда өнер көрсетпеген, көреміз. Бұл жерде жаят жоқ, айғырлардың бәрі де мықты деңгей. Бақ шабама, бап шабама деген сөзді біз ешқашанда тастамаймыз, себебі ал қазірде боксқа кіру жағынан не дейсіз енді? Қай жылқының қандай қыр жаңғарған? 4 жастан жоғары аттар ғой, көбінесе шауып алған аттар. Ақыл тоқтатқан аттар ғой. Бере ғана кішкене. Қазақстанға тұңғыш кеп тұрғаннан кейін де қазақ жерінде шапқаннан кетті Марунға. Керемет айғыр екен, қарашы, қара үлкен айғыр екен. Тура жилік екен өзі. Жаясы толық. Акванит боксқа кірді. Акваниттің Шабандозында. Акванит Восход жылқы заводынан шыққан ғой, Восход жылқы заводын шығаратын завод. Қазір міне Шайбой. Нұрай шаруа қожалығының негізі аламанда өте керемет өнер көрсетуші еді. Астанамен менде қарым-қадырменді көрермен. Соңғы жарыс жолы бәйге назарларыңызда. Ендеше Ночная Гроза сәл старттан қалды. Флетчер бірінші басады, Қазақ екінші орын, төртінші орында Шайбой, бесінші орында Марун Бере, Виаль. Қос қапталдан қазірде міне жанасып келеді. Флетчердің шабу әдесі осындай. Ал Ночная Гроза қайды. Старттан қалса да бәлкім қосылып кетуде мүмкін ғой енді. Тағымдерді аңғарды. Флетчер, Акванит. Қайда кетіп барады? Соңында кетіп бара жатыр. Кішкене артын қалып қалды. Осы үш айғыр келе жатыр, төртінші орыннан 3-ке жақындап жатыр. Акванит 2-де. Акванит. Қараңыздар, үшінші келе жатыр. Флетчерді итеріп келе жатыр. Диас. Ночная Гроза. Жоқ, кешірім өтінем. 4 Шайбой. 500-аға. Акванит алып қояды ау Флетчерді. Акванит күні биыл шауып алған ат. Акванит бастаған топ. Ақшымов дәурен тізгіндеген. Өзі бірінші нөмірлі жылқы. Бар назар өзіңде. Енді ол Акванит. Биыл шауып алған. Тай салмай Акванит. Тамаша шабыс, қасқыр шабыс дейді бұны қазақ. Енді уверен ұтты ғой. Өз-өзіне сенімді келді. Жалпы енді қазақ бұндай қасқыр Флетчер. Дезерт Гесттің баласы. Шүндігі бар еді, Шайбойдың да бірінші шабысы биыл. Шауып алған аттар. Аңдатпа шолу жасап өтейік, қысқаша содан кейін енді қоштасуға да тура кетті. Қазір салмақ өлшеу болады.
Ендеше тамашалайық. Міне старт. 3-ші нөмірлі Ночная гроза халық болды. Бәйгенің қарсаңында қыз баса, қосылмаса, несіне қазақ боламыз.